Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 114-ші сабақ сан есім тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып, жауап беретін боламыз және де сан есімдерді таба алатын боламыз. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Бізге берілген бірінші тапсырма. 49-шы тапсырма мәтінді оқы. Ең үлкен қай ғаламшар? Юпитердің үлкендігі сонша, оның ішіне қалған 8 ғаламшар түгел сыйып кетеді. Сапырылысқан газды аса жойқын жел тасқыны аударыстырады да, осы ғаламшардың үстінде ғажайып әдемі әшекей пайда болады. Юпитер ертедегі римдіктердің бас құдайының құрметіне берілген атау. Юпитер сақиналы 4 ғаламшардың бірі. Осы 4 ғаламшар газды алып деп те аталады. Олар Юпитер, Сатурий, Уран және Нептурий. Бұлар ортасындағы кішкене тасты қоршап тұрған аса ірі газ шары секілді. Мәтін жыл 12 ай кітабынан алынған. Неге, неліктен сұрақтарымен шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр. Топпен ортақ сұрақ дайында. Балалар, бұл бойынша біз мынандай сөйлем құрастырдық. Аталған ғаламшарлар неліктен газды алып деп аталады. Ал топпен ортақ сұрақ мынандай дайындадық. Юпитерді неге үлкен ғаламшар деп шешті. 50-ші тапсырма. Берілген сан есімдерді қатыстырып сөйлем құра. Құраған сөйлемдерінде олардың қандай мүше болып тұрғанын айт. Бізге берілген сөздер 1, 5, 7. Мынандай сөйлем құрадық. Біреу үйге келді. Мен бүгін қазақ тілінен 5 алдым. Мен 7 сыныпта оқимын. Балалар, бұл жердегі біреу деген сөз бізде бастауыш болып тұр, иә? Ал 5, 7 дегеніміз анықтауыш, себебі қанша, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. 51-ші тапсырма. Мәтінді көшіріп жаз, сан есімдердің астын сыз. Стансы ауылдан 20 шақырым жерде. Пойыз сағат 5-те жүреді. Әділ стансыға 2-ші автобуспен келді. Ол 3-ші курстың студенті. Жазғы демалыстан соң оқуға бара жатыр. Сан есімдерге сұрақ қойып, қайсы ретті, қайсы есептік сан есім екенін дәлелде. Бұл жердегі балалар есептік сан есім 25, реттік сан есім 2, 3 деген сөздер. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талдайтын болсақ, 2 түбірі інші жұрнақ, 3 түбірі інші жұрнақ. 52-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Ай жердің ең жақын көршісі. Айда ауа да, жел де, суда болмайды. Айда үнемі қараңғы болып, жұлдыздар көрініп тұрады. Астронавтар жерге қарағанда айдың үстінде биікке еркін секіре алады. Өйткені онда тартылыс күші аз. Айда үлкен шұңқырлар бар. Оларды кратерлер деп атайды. Осы мәтінге байланысты балалар бізге енді кесте берілген екен, сол кестені толтырайық, иә? Мәтінге сүйеніп, мына сөйлемдердің ақиқат не жалған екендігін дәлелде. Жер айды айнала қозғалады. Бұл жалған. Айда жел соғып тұрады. Бұл жалған. Айда су болмайды. Дұрыс, ақиқат. Ай аспаннан үнемі көрініп тұрады. Жалған. Жерден айға қарасаң, ай үнемі дөңгелек болып көрінеді. Жалған. Айда кратерлер болмайды. Бұл жалған. Кратерлер болады, иә? Айдағы үлкен шұңқырларды біз кратерлер деп атайды екенбіз, иә? Значит, бұл болады деген сөз. 53-ші тапсырма. Ребусты шешуіндегі сөзге әңгіме құрап жаз. Балалар, ребуста бірінші таға сөзі, иә? Таға сөзінің Х, А әріпін аламыз. Бір санның соңғы әріпін аламыз, иә? Одан кейін А әріпі, шар
сөзіндегі бірінші ш әрпін аламыз, ар жағындағы таға бастапқы екі әрпін аламыз. Сонымен бізде ғарышта сөзі шықты. Балалар, біз осы ғарышта сөзіне мынандай мәтін құрап жаздық. Маған ғарышта болу сондай ұнайды. Себебі мұнда қызық. Біз бұл жерде ғылыми зерттеулер жүргіземіз. Өткен жолы әкемен ұшып барғанда ағаш отырғыздым. Міне, 1 жылдан соң қайта келдім. Кішкентай ағашым өсіп қалыпты. Демек, ғарышта өмір бар. Болашақта ғарышқа үлкен қонақ үй тұрғызамын. Мұнда жерден келген адамдар демалып, серуендейтін болады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Барлық сұрақтарға жауап беретін боламын. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.